Біріншіден біз варикоз дегеніміз не екенін білейік, Варикоз деген латын тілінен аударғанда түйін, үрлену деген мағынаны білдіреді. Бұл тамырлардың ішіндегі, яғни венаның ішіндегі ең кең таралған ауру болып келеді. Варикозды кеңею дегеніміз веналардың тұрақты түрде кеңеюін және қабырғаларының патологиялық өзгерістерін айтады. Мұнымен бірге веналық қан айналу бұзылады және аяқта трофикалық өзгерістер дамиды. Варикозды болдырмау үшін біз профилактика жасау қажетпіз. Профилактика жасауда біріншіден көп қозғалу қажет. Кез келген аяққа түскен күш вена тамырларын қатайтады. Яғни тамырдың қабырғасын қатайтып, қан айдауды жақсартады. Яғни адам көп қозғалса, бұлшық еттері қозғалыс жасап, қанды жоғары қарай айдайды. Екіншіден, егерде сіздің артық салмағыңыз бар болса, бұл жағдайда арықтауға тырысу қажет. Өйткені денедегі артық салмақ аяққа күш түсіреді. Осының нәтижесінде аяқта варикоз болады. Үшіншіден, ұзақ уақыт бойына бір позада отырудың қажеті жоқ. Екі аяққа да күш бірдей түсу қажет. Бір аяқты екінші аяқтың үстіне қойып отырмау қажет. Яғни бұндай отырысты біздің қыз-келіншектеріміз жақсы көреді. Осының нәтижесінде бір аяққа қан дұрыс бармай, осының нәтижесінде варикоз дамудың мүмкіншілігі артады. Төртіншіден, монша, баня деген қыздырынатын жерлер, сонымен қатар күн көзінде көп жүрудің қажеті жоқ. Яғни бұл кезде біздің венамыздың застойын алып келеді. Яғни қанның қоюлануын алып келеді. Бесіншіден, денеге жабысып тұратын, белді қысатын киімдер, тар аяқ киім киюдің қажеті жоқ. Яғни бұлар біздің денемізбен бірге барлық қан тамырларын қысады. Яғни сіз белді қысатын киім кисеңіз, төменнен келе жатқан вена қаны жоғары қарай баруы қиындайды. Осының нәтижесінде бізде аяқта застой болады. Яғни веналарымыз қоюланып, жоғары қарай көтере алмайды. Келесі, алтыншыдан, жұмыстан соң аяқты жылы суға салуымыз қажет. Яғни бұл біздегі қан тамырларын жақсы жүргізеді. Жетіншіден, таңда немесе кеште жеңіл жаттығу жасау қажет. Яғни бұл біздің қан тамырларымызға өте пайдасы зор. Сегізіншіден, диета ұстану, яғни тұзды тағамнан бас тартуымыз қажет. Тұз тағамдар біздің қан тамырларымызға өте зиян. Яғни бұл біздің қанның қоюлануына алып келеді. Көп мөлшерде клетчаткалар, оның ішінде фрукты, овощтар жеуіміз қажет. Варикоздың алғашқы профилактикаларын түсінсек, ал енді варикозымыз асқынбасын десек, не істеуіміз қажет? Біріншіден, аш қарынға 100 мл су, оған 2 ас қасық үйдің алмадан жасалған уксусын қосып ішу қажет. Яғни бұл біздегі тамыр қабырғаларын қатайтып, қанды сұйылтатын қызмет атқарады. Осы арқылы біздің застойымыз кетіп, қан қабырғалары қатайып, буылтықтардың орнына кете бастайды. Келесі, екіншіден, аспирин мен бинттеу. Бұл ауырсыну мен қабынудың алдын алады. Тамырды эластикалық етеді. Оны қалай жасаймыз? Жасалуы: 5 таблетка аспиринді ыстық 1 стакан суда ертеміз. Оған бинтті батырамыз. Суығаннан соң, содан кейін шамалап қана сығу керек. Өйткені біздегі су бізде ағып тұрмас үшін шамалы ғана сығамыз. Одан кейін ауырған аяққа осы бинтті орауымыз қажет. 1 сағат ұстаймыз, 1-2 күннен кейін нәтиже көре бастауға болады. Бұл процедураны күнделікті жасап тұру қажет. Курс лечениеміз 10 күнге дейін созылады. Үшіншіден, шикі картоппен компресс жасауымыз қажет.
яғни шикі картопты біз теркінің кішкентай жағынан өткізіп аламыз. Одан кейін осы дайын болған қоспамызды, яғни теркіден өткізілген картопты тіземізге қоямыз. Үстінен ауа өткізетін ХБ материалмен жауып, бинтпен фиксациялаймыз, яғни бекітеміз. 5-6 сағат ұстаймыз. Бұл әдісте бізге қан тамырларын қатайтып, қанның сұйылуына алып келеді. Негізінен халықтық, яғни народный медицина бойынша ізденсеңіз ем өте көп. Менің айтқандарым бұл более эффективный түрлері. Егер бұларға ем қонбай жатса, онда уақытылы тамырымызды қарайтын флеболог деп аталатын маманға жүгінуіміз қажет. Естеріңізге сақтап алыңыздар, немесе жазып алыңыздар. Флеболог деген маманға барасыздар. Немесе бірінші кезекте учаскелік дәрігеріңізге осы арқылы флеболог маманға барсаңыздар болады. Варикозды асқындырып алмағаныңыз жөн. Құрметті достар, бұл менің сіздерге айтып отқаным өзімнің практикамда қолданылған әдістер. Егер де бұл әдістер шынымен көмектесіп жатса, онда комментарийға жазып кетіңіздер. Егер де көмектеспеген жағдай болса, міндетті түрде дәрігерге барып қаралуыңыз қажет. Өйткені менің практикамда бұл әдіс көмектескен адамдар да бар, көмектеспеген адамдар да бар. Сондықтан әр адамның организмі индивидуальный. Соны ескерейік. Берілген ақпараттарым сіздерге түсінікті болса, каналыма міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қазақ контентін қазақ қолдамаса, басқа ұлттан не күтеміз? Рахмет!